Дәл қазір мен бір нәрсе айтамын, мен дәл осы видеодан кейін мен жек көріп тұруларыңызда мүмкін, себебі адамға шындықты айтсаң, ақиқатты айтсаң, адам жек көреді, ұнатпайды ақиқатты айтқанда. Бірақ бұл ақиқат нәрсе, қадірменді ағайын. Мынау еліміздің аудандарында, аймақтарында, ауылдарында болып жатқан су тасқынының барлығы Алланың ескертуі, өзіміздің кесірімізден болып жатыр. Себебі садақа, зекетімізді бермейміз қолда бар нәрсені. Садақа деп айтып жатсаң ғой, біреу білсе, біреу білмейді. Негізі мынау Нұр-Мүбарак университеті жанындағы мешіт, оның жанындағы жатақхананың барлығын мысырлық ағайындар салып берген болатын. Енді бұл университетке қазіргі таңда студенттер сыймай жатқандықтан жанына 10 қабатты 4000 адамдық үлкен корпус соғылып жатыр. Енді соны біз қазақтар болып міне қазір құрылысын бастап жатырмыз, бірақ сөздің ашық кішкене кідіріп жұмыс тоқтап қалған жайы бар. Енді бұл корпусты қазақ болып, өзіміздің еліміздің азаматтары болып бітіре алмасақ үлкен сын болайын деп тұр. Бұл енді сауаптың патологы, мен сіздерге айтайын. Сіздердің қазір осы құрылысқа әрбір берген ақшаларыңыз сіздерге сауап болып келіп отырады, иншалла. Ертең дүниеден өткеннен кейін артыңыздан тоқтаусыз келіп отырады. Ертең бұл жерде қаншама шәкірт білім алады, сол шәкірттердің әрбір оқыған Құран әрпінен сіздерге қияметке дейін тоқтаусыз сауап келіп отыр, құрметті достар. Қазақта жақсы сөз бар, садақа бәле жинаудан құтқарып, өміріңізге береке алып келеді. Осы жерде қызмет жасап жатқан жандардың өзі сауаптың астында қалып жатыр. Аллах тағала сіздерге осындай мүмкіндікті жіберіп тұр, құр қалмайық.